Ya, неге шақырын? Мен саған бәрін түсіндірейін дедім. Не өзгереді ал? Ештеңе өзгермесе де тыңдашы мені. Мен алаяқпен сөйлескенім үшін өкінем. Біріншіден мен сені алдаған жоқпын, Алиса. Екіншіден мен шынымен де қарызға қатты кіріп кеттім. Сол қарыздардың оңай жолмен құтыламын деп ұстап кеттім. Тіпті жолдас баламның мамасының операциясына жинап жатқан ақшасын тік жібердім. Айтшы, осыдан кейін білмеймін. Өмір сүргім келмейді. Солай ма? Ал өлдің, ары қарай не істейсің? Өмірдің тым мәні қалған жоқ. Бұл өмірде еш нәрсе просто так берілмейді. Соны есіңе сақташы. Кешірші ме? Айтып болдың ба? Мен кетуім керек. Алло, Еламан. Да, Армат Қайратұлы. Мен анаңыздың дәрігері болам. Еламан, бүгін ота жасайтын күн соған қаражатты тездетіп аударсаңыз жақсы болар еді. Себебі шетелден келген хирургтар бұл отаны жасамаса қиын болып кетеді. Білем, барлығы қиын, бірақ үлгеруің керек. Бүгіннен қалдырмай. Түсініп отырсың ба? Ертең оларға рейс, елдеріне кетеді. Алло, Еламан. Түсіндім аға, түсіндім, бәрін түсіндім. Бүгін міндетті түрде тауып берем аға. Аға, анамның жағдайы қалай? Сіз тек сабырлы болыңыз, бірақ бұрынғыдан әлдеқайда нашарлау. Жақсы, сізде хабар күтеміз. Кешірім сұраймын, сізге өкінішке орай одобрение бермей тұр. Қалай бермей тұр? Білмеймін, отказаны банкім деп тұр. К сожалению, вам отказали по причине отсутствия пенсионных отчислений. Повторно вы можете к нам обратиться через 6 месяцев. Жақсы болыңыз. Всего хорошего, сау болыңыз. Зәті, звондамашы маған, итаки настроением жоқ. Досым неме маған. Итаки маманың операциясына ақша табылмай аузым ұрылып жатса, сен сияқты вообще өмірге пайдасы жоқ адамдар звондамаңдаршы маған. О, жарайсың, Алиса. Сен кәдімгідей 180 градусқа өзгерген екенсің. Вы серьезно? Иә, дәл осы бағытыңнан таймасаң, орнынан тұрып, жүріп кететін шансың бар. Да? Менің өзім саған таңғалып отырмын. Ё-моё. Не істедің, Алшер, не істедің? Алло, класстас. Қалай жағдай? Нормально, нормально. Не ғой, сенен көмек сұрайын деп тұрмын. Бір жолдас баламыздың мамасы ауырып қалды да. Соның операциясына ақша іздеп жатқанбыз. Соған көмектесесің ба деп звондап жатқам ғой. Қумашы. Өйтіп алдап сенен ақша алмайды шығармын. Жағдайын сұрау үшін звондадым, ақша емес. Өстіп ренжітесіңдер ғой адамы. Или капельник жоқ па?
Алло, брат, қалайсың? Заказ болса маған атшы, пожалуйста, срочно, братан. Братан, маған жібер, пожалуйста, срочно, бірінші болып мен алайыншы заказ. Рахмет, братан. Бізге көре не болды деп сұрауда, неліктен қурауда, сары күздей бұлттар неге мұңды білем, ол сенің сайда, сен деп қақсайда, не ұлсын жүрегі, бұлттар неге мұңды білем, ол сенің сайда, сен деп қақсайда, не ұлсын жүрегі, бұлттар неге мұңды білем, ол сенің сайда, сен деп қақсайда, не ұлсын жүрегі. Балам, егер ақша таба алмасаң, тыңда қылмайды. Өзіңді қинама. Бұйырғаны болар. Мен саған разымын, жарығым. Сені жақсы көрем, балам. Уақытылы тамақтанып жүр. Жарай ма? Мика. Стак тегесің бе? Жоқ. Тікпейм. Алло, брат, кездесу керек еді. Неге келдің ал? Братан, сен машинаны беріп тастауың керек. Так просто ма не, а? Жолдас баламның мамасы ауырып жатыр да. Ол соның еміне ақша жинап жүр. Ол ойлаған жетпеген жерін машинаны сатып, оны толтырам деп. Бірақ менде мынандай шаруа шығып қалды. Братан, машинаны қайтаршы. Орнына ақшасы қойып тастайым. Ал егер ақшасы қоя алмасам, денсаулығымды қойып тастайым, братан. Ары қарай өзің білесің. Бөлшектеп сатасың ба? Просто, братан, машинаны қайтаршы.
Красавчик! Білдің ғой мен сен? Ей, досым! Білдің ғой мен сен ар жағында дымы жоқ аппақ жүрек екеніңді. Рахмет саған, досым. Бүгін операцияның соңғы күні. Не істеймін? Ақшаны қайдан табамын деп отырамын, досым. Кеттім мен, досым. Срочно маған банкке бару керек. Ей, жаным, досым! Ей, қошқарым! Ей, Бензема! Ей, досым! Досым! Срочно банкке бару керек. Короче, былай, 2 күн күтшейсің. Түсінбеймін. Қалай екен ал? Саған ештеңе бермеймін, түсіндің бе? Жоғал кет. Тоқташ. Хотя, на, жолыңа. Мен бұндай халге түскелі басымнан көп қиындықтар өтті. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай болып көрінді. Тіпті өз-өзіме қол жұмсағым келген сәттерде болды. Бірақ қасымдағы адамдардың маған деген сенімі күш берді. Өмірде қиындық жеңу үшін беріледі екен. Қазір сіздерге «Сынба сөнбе» атты өзімнің алғашқы кітабымды ұсынғым келіп отыр. Мүмкін араларыңда менің қолымнан келмейді деген жандар бар шығар, я? Қателесесіздер. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Себебі менің қолымнан келген. Сау болыңыздар. Привет. Әдемі тренинг болды. Рахмет, сен не келдің? Мен көп ойландым. Ойлана келе сені сүйетінімді түсіндім. Қысқасы бәрін басынан бастайықшы. Сен қазіргі емес, арбадағы Алисаға қатты керек болдың. Ал енді ренжіме, бара берсең болады. Жақсы қыз кездестірерсің. Айтпақшы, сынба, сөнбе. Оказывается, бойың ұзын екен ғой, Рахмет саған, барлық үшін. Жолдас баламның мамасының операциясына ақшаны сен берді дегенде қатты қуанып қалдым бар ғой. От душе рахмет. Пайымдама, барлығын орнына қойып тастайын. Сен маған қарыз емессің. Жоқ, қайтарамын. Өйткені мен аяғыма тұруыма сен себепші болдың. Мүмкін сен болмағанда мен қазір бұл өмірде болмас па едім. Қойшы, қайдан айтқаныңыз? Негізі ол менің операцияма жинаған ақша ғой. Көріп тұрғандай, сен арқанда маған қазір операция керек емес. Уайымдама. Ең бастысы сынба. Сөнбе дейсің ғой, Дұрыс. Че там, жүріп қайтамыз ба? Кеттік. Осы жол натур жүрекші. 3 километр ма, 4 километр ма, аяқ талғанша жүрекші.
Уайымдама, балам. Қалайсың, мама? Операция сәтті өтті. Көп замай. Қасымда болам құлыным. Сол күнді асығып күтіп жүрмін, анашым. Мен сізді қатты жақсы көрем. Құлыным ау, мен де сені жақсы көрем. Қайда жүрсең де аман жүр. Тексеріске хирургтар келіп жүр. Болды, анашым. Жақсы сау болыңыз. О! Ана қойды? Білмеймін, кетіп қалыпты жаққа. Қайқа кетті? Менен мүмкінге алды да жүгіріп кетіп қалды. Далбан, қайтамастағым. Өзіме сеніп тұрып алам саған қарамай. Жүрегімді сенің әніңмен оралап, емін таппай жүріп. Қайда жүрсің? Жаңа такси ғой. Менде Каспий жоқ. Қағазы 1000 теңге бересің ба дейді. Соны бердім. Далбан, кетіп жүрші. Жаман ойлап қалдың ба не? Бір жерден көтеріп алған жерде отырмын. Мына саған. Шайыңды қойшы енді. Дым романтик жоқсың еді? Не болды? Мұны саған деп жуачка кетірген де бердім кәм. Нормально ғой досым? Иә, отыр. На, вообще ақша бермеші енді оны. Досым, қойдың ғой бәрін. Енді екеуін бірін көтеріп алыңдар. Енді көтердім деп айтпашы. Енді көтердім деп Алиса айт. Я не yapıp тек қана үшеуміз отырамыз деп келісіп едік қой. Не yapıp толтырып масала шақырып қойғансыңдар? Жүрек мені емдеп жазып ал. Бұлай болмай, шыншыл болай. Өзіме сеніп тұр.